Ассалаумағалейкум ал достар, бүгін қасиетті күн жұма мүбәрәк болсын, дұға тілектеріміз қабыл болсын. Бүгін міне ақ жауын таңнан бастап жауып тұр. Жаңбыр Алланың нұры ғой. Жаңбырда қылған дұға тілек қабыл болады дейді. Әтеш шақырғандағы дұға қабыл болады дейді. Әтеш шақырып тұрғанда дұға қыл дейді. Жаңбыр жауып тұрғанда дұға қылу керек дейді. Сол секілді мына бүгін Алланың нұры, көктемнің алғашқы жаңбыры деп айтсақ та болады. Бүгін сәуірдің 4-ші жұлдызы, жұма күні. Таңертең балаларымды, әйелімді мектепке апарып келе жатырмын. Сол енді біраз түспей қалды, видео түсірілмей қалды. Өткенде біраз видео жиналды, монтаждар істелмей қалды, уақыт болмай қалды. Сол енді жалғастырайық, құрметті достар. Кімнің тілінде, кімнің аузында үнемі истихбаршы Аллах Тағала кез келген қиындықтан шығатын жол көрсетеді дейді. Және де салауаттың берекесін енді мен бұл арна тек осы жолды, тілімізді бос жібермей салауат айтуға арналғандықтан енді уағыз айтып кете алмаймын. Салауаттың құндылықтары шексіз. Мына әрбір менің видеомның обложкасында бір тақырып қойылып тұр ғой, сол тақырыптарда оқысаңыздар салауаттың пайдалары бар. Және ютубтан көріңіздер. Сіздер білесіздер, мынау уағызды көріп отырсаңыздар, осыны салауаттың құндылығын білгеннен кейін осы каналға кіріп көріп отырсыздар. Сондықтан салауат, истихбар, зікір, аламды бақытты қылатын әрекеттер. Ал ендеше истихбар, салауат айтайық ағайын. Астағфируллах, 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 астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим ва атубу илейк. أستغفر الله العظيم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Тағы бір жақсы дұға үйрендім, жаттап. Сол дұғамен кез келген тілегім қабыл болады дейді. Енді біз қабыл болмауы бәрі біздің қалай жүрекпен айтуымызда, қалай сенуімізде, кінәміздің аз көптігінде. Енді бірақ пендеміз, жаттаймыз, айтуымыз керек, міндетіміз. Аллахума асалука бисмика әл-ағла, әл-ағазу, әл-аджалу, әл-акраму. Жақында осындай бір дұға қосылды мен жүрегіммен тіліме деп айтайын. Енді жүрекпен айтуға тырысам, бірақ тіліме қосылды. Жүрекке 100% жүрегімде деп айта алмаймын. Пендеміз, жүрек ауытып кетеді, ұмытып кетеміз, ойымыз басқада тұрады, бірден кетіп қалады. Бірақ жүрекпен айтуға тырысамыз. Аллахума асалука бисмика әл-ағла, әл-ағазу, әл-аджалу, әл-акраму деген. Және де тағы бір дұға бар. Аллахума ғфирли, вархамни, ваафини, варзуқни. Аллахума ғфирли, вархамни, ваафини, варзуқни. Аллахума ғфирли, вархамни, ваафини, варзуқни. Осыны айтсаң, дүние мен ақыретіңді реттеп жатсың дейді. Сондықтан
осы дұғанда айтып жүрмін. Егер қандай дұға деп жазылуын сұрасаңыздар, комментарийға жазыңыздар, астына жазып кетем. Сосын мынандай бар: Рудиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам ва расулан деген. Жаратушым Алла деп разы болдым дейді. Дінім ислам деп разы болдым. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам деп разы болдым деп айтқан ғой мағынасы. Сол сөйтіп айтқан адамға Аллах Тағала сол пендесін қуантуға уәжіп болады дейді. Қуанғыларыңыз келсе осыны айтыңыздар дейді. Радиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам ва расулан. Радиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам ва расулан. Радиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам. Көптеген дұғалар бар, бірақ көбін енді ұмытып қаламыз кейбіреуін, бірақ ұмытуға болмайды, енді жаттап қайталап жүруге тырысу керек. Бисмиллахиллази ла ядурру мағасмихи шайун фил арды вала фис самаи ва хуас самиул алим. Осы дұғаны мен коронавирустың кезінде жаттадым. Осыны кім айтып жүрсе, еш нәрсенің зиян тимейді, аурудан сақтайды деген дұға. Бисмиллахиллази ла ядурру мағасмихи шайун фил арды вала фис самаи ва хуас самиул алим. Бисмиллахиллази ла ядурру мағасмихи шайун фил арды вала фис самаи ва хуас самиул алим. Ал достар, үйге келдім. Осы жерде тоқтатамыз, сосын жалғастырамыз. Ал достар, жалғастыра берейік салауат истиғфар зікірімізді. Аллахумма инни аузу бика минал барос вал джунун вал джузам ва мин сайил асқам. Аллахумма инни аузу бика минал барос вал джунун вал джузам ва мин сайил асқам. Осы дұғамда мен инстаграмнан не кезінде, коронавирус кезінде жақтап алғам, осыны айтып жүрсе, барлық аурудан бәрі жамандықтан сақтайды деген. Аллахумма инни аузу бика минал барос вал джунун вал джузам ва мин сайил асқам деген дұға. Жаңбыр қатты беріп жатыр, ақ жауын болайын деп тұр. Өте ал достар, жалғастырамыз. Жаңбырлы күн маған ұнайды. Кісілер ұнатпайды, мен білмеймін, жаңбыр ұнайды маған. Сол жаңбыр енді Алланың нұры ғой. Алланың нұры жауып тұрғанда тамаша дұға қылу, салауат айтып Алланы еске алу. Сол Алланы үнемі еске алып жүрейік. Арнаға жаңадан қосылып жатқан оқырмандарыма айтарым, арнаға тіркеле кетіңіздер. Және менімен бірге осылай салауат айтуда ер азаматтар да бар, әйел азаматтар да бар. Көлікпен жүретін, көп көлікпен жүреді ғой. Сол енді көлікпен жүргенде бос уақыттарыңызды өткізбеңіздер. Алланы еске алып, жүректеріңіз нұрлансын. Проблемасыз адам жоқ, проблемаларыңыз шешілсін. Қиындық болса, қиындықтан шығарар Алла жол көрсетсін. Алланы еске алу ұлы бақыт, ұлы нығмет. Адамға берген жалғыз нығмет иман. Байлықты кез келген адамға береді Алла. Дүниені береді. Оның бәрі уақытша, ал иман ләззаты басқа. Ғибадаттың ләззатын сезіндіре көр деп дұға қылу керек. Ғибадаттың ләззатын сезіндіріп нәсіп етсін Аллах Тағаламыз. Ал шамалы айтайық, сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігі болсын. Аллахумма салли ала сайдина Мухаммад. Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин кама салайтта ала Ибрахима ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. Және де басқа мынандай бір дұға бар. Бізде бір мешітте имам әрбір дұғадан кейін, намаздан кейін осыны қол жайып бата бергенде осыны айтып отырады. Робби яссир ва ла туассир, Робби таммим бил хайр деп. Керемет дұғалар. Сондықтан осындай дұғаларды айтып отырайық. Мен қазір мынау автомойкаға келдім, көлік жудыруға. Енді жаңбыр болып кетті, негізі жазылып қойғам, отказ беруге ұят болды. Бәрібір сырты болып тұр, іші бәрін сол автомойкаға келдім. Енді бүгінгі видеомызды осымен аяқтайық достар. Келесі видеода кездескенше аман болайық. Ассаламу алейкум.